Отанымыздың өркендеуіне көп үлес қосқан еліміздің белді оқу орындарының бірі Аграрлық университетін шын жүрегімнен 90 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Аграрлық университетінің ұжымы, студенттері мен түлектері, мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерге шын жүрегімнен мол табыс, жетістіктер, жеңістер тілегім келеді. Еліміздің алды оқу орындарының бірі болып қала беріңіздер. Құттықтаймын. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қазақ елі. Осыдан 50 жыл бұрын ол жерде үлкен бір оркестр бар етін. Ол оркестр әр күнге шейін бар деп естідім. Сол жерде неше түрлі концерттер қойып жататын. Ал алтындан деген өздеріңіздің ансамбльдеріңіз ол әлі күнге шейін бар шығар енді. Мен шын жүрегімнен ауылдан келген қара сері өзімнің кәдімгі бауырларым сіздерді енді оқытып жатыр. Сондай азаматтарды енді үлкен 90 жылдық торқалы тойларыңызбен шын жүрегімнен құттықтаймын. Осы жерде сіздерден бітіріп кеткен азаматтар ауыл-ауылға барып, түкпір-түкпірде сол Қазақстанның ең қиын қыстау жерлерден барып қызмет жасап, халқымыздың абыройын көтеріп, мінекей егін дейсіз бе, бидай дейсіз бе, басқа да ауыл шаруашылық өнімдерін өсіруге үлкен еңбек етіп жатыр. Әлі күнге шейін солай деп ойлаймын мен. Құтты болсын тағы да. Қазақ радиосының 100 жылдығы. Екеуі осы мына 21 жылы. Екеуі құрдас деуге болады. Құрдас дейтін себебім Қазақ радиосы менен институт қатар дос, жақын деуге болады. Маған ыстық мына ауыл шаруашылық институты, қазір аграрлық институт қой. Осы аграрлық институт енді 90 жылдығында атап өтіп атқанын оны да жақсы біліп жүрмін. Бұл институтта жақсы студенттердің өнерге өте жақын екендігін, жақсы тәрбие, біліммен қоса тәрбие алып жүргендігін де жақсы білемін. Баяғы заманнан сол оркестрлары болатын, жеке ән, би, ансамбльдері болатын. Міне сол әлі күнге дейін екен. Студенттердің ертеңгі күні, мен де сенем, ертеңгі күні осы азаматтар оқып жатқан институтына қайтып келіп, білімдерін әрі қарай жалғастырып, елге барып, елдің, Қазақстанның ауыл шаруашылығын көтеруге үлес қосады. Ол елінің патриоты болады. Тағы да айтамын, сенемін. Аман болыңдар. Жаңа жыл құтты болсын.